Айқай. Қалай Назар? Бәйгілі болсын. Айқай. Бәйгі берілмейді. Құлақ ашқандар. Бәйгі берілмейді оларға. Анда кімдікі? Анда шерба секш. Бибірт. Ал тексеріп олай. Бәйгілі болсын. Бүгін мінекей, Жұбайдыңдай Ақсақал атамызбен, Керімбаладай апамызға, ардақтап мінекей, атшау, аспен... Кімдік анда? Жатқан жерлері Кәдір бай. Сеңіл болып, артында қалған үрім бұтақ ұрпақтары... Черный! Красавчик. Заман жұртымыз тыныш болып, осы өзімізді қазақи ұлттық... Кімдік андағы? Көкбарымызды, дамытай, құрмет көрсетіп отырыңыздар. Қыстай жаздай дайындаған, үкілеп қосқан тұлпарлары, жүйріктері, қазір мінекей... Кетті, құлан. Ал мінекей жіберді. Ей азамат, ей Құдайым, жығылғаннан, сүрінгеннен аман қылсын. Мінекей, оқ бойы тізіліп топтарын жазбай, құнандар бісміллә деп бастады міне. Үш айналым, шабандоз, үш айналым бар. Үш айналым, үш айналым. Үш айналым. Үш айналым, үш айналым. Ерейін өлең оқы қазағым-ай, қуанатым байгеде, бәрі-біргеде бір қошемет ұрып қойайық. Міне осы Сардаланың шаңын аспанға көтеріп, біз қаздай тізіліп, тұрнадай шыптасып кетіп бара жатқан міне құнандар жығылғаннан, сүрінгеннен аман болсын. Ай балам, бір бауырын жазып ал, ертеңнің ар күні Қасық ауылында Әлжананада болады, соған қосамыз. Ат сүйсінер денесін тарағанда, жұмсарады терісі жарағанда, ер жігіттің мерейі үстем болар, топты жарса жүйрігі аламанда дейді ардақтағайын. Міне демеп отырайық, қошеметтеп отырайық, атамыздың апамыздың жатқан жері жайлы болсын. Міне елі бар, жұрты бар, артында қалған үрім бұтақ, ұлдар, қыздар, келіндер, міне өсіп келе жатқан немере, шөбере, шөпшектерге аман болсын. Жет ұрпағы да жарасып жасай берсін ардақтағайын. Елімізде амандық, жұртымызда тыныштық боп, осы қазақи қаймағы бұзылмаған қасиетті Қордай өңіріне міне бүгінде дүркіретіп, Алталашқа бектер әулеті жасай берсін ардақтағайын. Бір қошемет ұрып, құрметтеп отырайық. Мәне келеді тізбектеліп, әніміні дегенше ардақтағайын ауыз жиып болғанша, бірінші айналымды да аяқтап қалған секілді. Осы алдымыздан өткенде жаңағы қошеметтеп, қиқуға салып, айғайлап, шулап, ысқырып, әшейінде тойда бір маза бермейтіндер болады ғой, бір шулап кететіндер. Соғыса бір шулап отырайықта. Мәне көріп отырсыздар. Қандай керемет. Жақсы келе жатыр, енді анау келет, мынау келет деп айту әзірге қиын. Үш айналым біткен соң мақты келген аттардың тізімін айтып, түсін түстеп, бәрін жасап айтып бере аламыз. Ай жаны бар.
На 11-ма көрші олжас. Бота тірсек, бұйра жау, селдір құйрық. Кешеніңе жазылса болар бұйрық. Ер жігіттің мерейі үстем болар. Сарайында кісінеп, тұрса жүйрікте бардақтағайын. Қошеметтеп отырайық. Міне топтасып кет бұра жатқан құнандарға бір дем беріп отырайық арасында. Қиқуға басып отырайық алдымыздан өткен кезде мінекей 3 айналымнан 2-ші айналымда аяқтап келе жатыр. Байтақ жерін батыры қорғаған ел, жесірі мен жетімін қолдаған ел, жиын тойда жорғамен астыратып, бізден басқа әлемде болмаған ел дейді мінекей. Қазақ пен жылқының жаны бір ғой ардақтағайын. Мінекей 2-ші айналымды шабандоздар аяқтап келе жатыр. 3-ші айналым, құрметті шабандоздар, 3-ші айналым, соңғы айналымға өтесіздер. Мына жерде менің қасымнан өтсең болды, соңғы айналымға кетесіздер. Соңғы айналым, шабандоз, соңғы айналым, соңғы айналым. Бақталастық дегеннің керегіне бата беріп шаптырған бәйгеміздің дақ түсіріп алмайық беделіне ардақтағайын. Осындай кезде қазір мына 3-ші айналымды аяқтап, кімдікі 1-ші, кімдікі 2-ші, мына жерде әрбір небір мықты атбегілер бар арамызда. Осы кімнің бағы жанат, кімнің бабы келіп тұр, кімнің бағы келіп тұр дегендей мінекей іштей пікір таласып отырған боларсыздар. Анау келет, мынау келет деп. Бірақ қазір осының барлығын жарыс жолында сөреде белгілі болады ардақтағайын. Ата-бабам аңсаған дала заңы, болып жатыр қазақтың қалағаны, талай тұлпар туады шабадәлі, айға жетіп атағы аламаны, жиын тойдың сәнеді сал серілер, жақсы әуенді тыңдасаң жан семірер, темекі көк, құлагер тор төбелді. Байлықтар әулеті жасай берсін. Жігіт бәйгеге шапса тақымы мықты болады, ал көкпарға шапса айелі жүкті болады дейді ардақтағайын. Міне ат үстінде жүрген жігіттер мықты болады негізі. Айқай айда! 17 айқай келетір дей ма? Солай естілді ма маған? Әр ұлт мінеді өзіне қолайлысын, мағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін? Қазақтың тау жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарын бұлай тұрсын. Нөмірді байқаңыздар, қараңыздар. Айқай 2 оқ болды. Қадырбай 1. 21 ма? Қадырбай. Қадырбай, Талғат 2. Талғат дейді, Талғат. Шап, бас, айда. Ай, азамат, мінекей. 3, 4, айда. Үмітіңді үзбе. Айда, молодец, красавчик. Ай, жарайсың балам, жарайсың. Мынау қазір алдымыздан өткен құнандар. 5 құланды таныстырып өтейік. 1-ші болып өткен Қадырбай, шабан аты иесі Қадырбай, шабандозы Асылан, шабандозы Асылжан, аттың лақабаты Эстелла. Талғат бауырымыздың құланы, шабандозы Назар, лақабаты Айқай Қордай ауылы. 3-ші келген нөмір 8 Шерба,
ат иесі Бекнұр Айғасқа, Сортөбе ауылы. Төртінші келген атымыз нөмір 4, өзде 4 келді. Реттік нөмірі 4, Абай ат иесі Шабандоз Алинұр, аттың лақап аты құнанның Жұлдыз, Сұлутер ауылы. Келген құнанымыз нөмір 9 Валиев деп жазған екен, ат иесі Шабандозы Ернұр, лақап аты Айгүл, Қордай ауылы.